Мұхтар Шахановтың сиясы кеппеген, өз жақындарын мадақтау ерсі көрінсе де, әкем Шахан мен нағашым Ысқақ хақындағы жыр атты өлеңі. Сахнада Қарағанды қаласынан келген ақынның жанкері Айтуған Рысалдин. Қарсы алыңыздар. Әкем менің заманына өзгеше көз тастаған, дінмен сүйреп бағыналға, тазалығы жағынан да арын туғып көтеретін боптым мүлде басқа адам. Бірнеше күн оқылатын құпиялы, қарымды, бастан аяқ жатқа білген ұлы Құран кәрімді. Кеңес кезі 1930 жылдары атеизм алға шығып, оны жеңіс орда сығып, кінәлады сан мың ұлттық мұсылмандық тұлғаны. Мұсылмандық дін мүддесі алқымынан байланды, құдайсыздар топты бөрбіп, ашты дінге майданды. Әкемнің де діншілдігін зор қылмысқа балапты. Отырарда түрме болмай, ізгілікке бір сәтте ірге қонбай, есігіне құлып салып қомақты Түркістанның атеистік түрмесіне қамапты. Әкем Құран құпиясын терең сезген қалпымен, Құрандағы бір аяттың күшін ашу парқымен, ол аятты еткен соң ба, әділдіктің құралы ертесіне есіктегі құлып ашық тұрады. Кім құлыпты ашқан адам? Күзетшілер таңданып, бір-біріне кінә қойып, өкпелесіп, шамданып, есік әкеп екі құлып салады. Ал таңертең қос құлыпта қайта ашылып қалады. Ешкім жоқта құлып ашылды. Қайдан шыққан күштілік? Келер күні есік әкеп салады олар үш құлып. Әкем бей-жай қалыпменен отырады бөлмеде. Екі адам күзетсе де жан жуытпай көлденең тағы үш құлып ашылады. Бәрі аң-таң боп таңдана тосылады. Ең соңында толғандырып құпиялар тасқыны әкемді кеп құшақтайды сол түрменің бастығы. Кешіріңіз, заманға сай атеист боп қалсам да, ой санамды салдыңыз сіз сарсаңға. Сіз жатқайтар Құранның зор құдіретін енді ұқтым, енді ішінде қала алмаймын атеистік белдіктің. Деп бастығы түрменің игілікті ойға еніп біргерім, әкешімді босатып ап қамаудан және рухсыз атеистік талаудан туған жері отырарға өз апарып салыпты, сүйсіндіріп ауылдағы халықты. Иә, адамнан үміт сенім сөнген бе? Көп жыл кейін мен дүниеге келгенде, анам дертіп, бір арбаға тиеп алып бесікті, әкем сонау отырардан Қасқасуға көшіпті. Өскен деген күйеуімен бір көріп біткен мұратын Қасқасуда ізет атты жалғыз әпкем тұратын. Ол жоқшылық кезең еді қасаңдау. Олардың да күн көрісі болыпты тым нашарлау. Намысты адам өз соңынан аяныш ой ертеме. Менің әкем қыр басынан қазып үлкен жер төле. Күн кешсекте сұрықсыз көп жыл бойы сонда тұрыппыз. Мен 5 жасқа толғанда, ұлттың дара мақтаны боп, жігер қосқан талғамға, ешкімнен де жеңілмес жақсатымен, күш өнерін ардақтау мақсатымен, жігер сізге жігер жалғап ерікті, күш атасы Қажымұқан Қасқасуға келіпті. Қартайғанда бас палуанның салмағытым артқан ба, Қасқасуда сиырды өлшер таразыға тартқанда, ол 215 кило болыпты. Ол да әкемнің құраншылдық қасиетіне зор баға бергендіктен, дін күшіне ерекше сенгендіктен, жер төлеге бет бұрыпты, отырып атарбаға. Нақ сол күні кешқұрым, басын қойып, маған сауын еткен жалғыз ешкінің Қажымұқанды әкем қонақ етіпті. Көйлек шешіп, палуан өзін ыстық күннен қорғаштап, жатқан кезде жан бастап, нән қарыны дастарханның жартысынап кетіпті. 5-ке толған тентекпін ғой, отырам ба құрғарап, иығына шығып алып, теуіппін мен сырғанақ.
тілегінен кеттім әлде, кетпеді ме қателік? Мына ұлың палуан болсын, депті мені көтеріп. Алыс жүру міндет қой жалғандықтан. Шынымды айтсам, өз басым палуандықтан, ең төменнен санағанда бірінші орын ап жүрдім. Егер біреу түртік қалса, құлауға да шақ жүрдім. Бірде Шәмші Қалдаяқов ұзақ есте тұрардай, жер төлеге қарап тұрып, пікір айтты мынандай. Көш атасы Қажымұқанның ой санасы кемел ғой. Заманда талпынады біреу айға, біреу сайға. Саған інім күш атасы болу қайда? Ол өзіңді рухани палуан болсын деген ғой. Иә, рухани палуан болу арман еткен өрісім. Соған жетсем, одан артық бақыт болмас мен үшін. Қасқасуда әкем ылғи отырғызып алдына, менің сәби түйсігімді таңғыла, Шыңғысханның отырарға шабуылын. Оған қарсы Қайырхан әскерінің күрескенін, зорлық пен әділдіктің 6 ай бойы тірескенін. Алға тартар адамзаттық санаменен зейінді, отырарда Александрия қаласынан кейінгі әлемдегі ең үлкен кітапхана болғанын, және онда ғаламда жоқ құпиялы қорларын жойылып кетпесін деп жер астына тықтырғанын, отырарлықтардың шындығы үшін аянбай тік тұрғанын. Айта жүрер қарсылас пен досқа, отырарда Әбу Насыр Әл-Фарабиден басқа 30 Әл-Фараби ғұмыр кешкенін, олар рух теңізінде түйсік сана ескегін өзгешесіп күлл әлемге жаңаша ой салғанын, әр олардың әлі күнге ескерусіз қалғанын. Туған жерге құлшынысы қалмасын деп оянбай, отырардың мазмұн мәні іргелі сан тарихын күрделі. Әкем маған қайта-қайта беретұғын баяндай, ал мен тыңдап бас изеймін, үркек әлсіз қояндай. Тарих тұрсын алғысап та, заңдылық бұл. Мен 9-ға толған шақта санамегіп отырардың мұң тарихын топтанды. Әкем марқұм о дүниеге аттанды. Мен қолыма қалам алған кезімнен Шыңғысханның отырардың ұлы даңқын Шыңғысханнан езілген жазбақ болдым. Ал кейіннен күл әлемді шулатқан, Шыңғысханшыл адамдарды өкіндіре тулатқан бір роман жазғандығым сан тармақ сан көшелі. Сәби кезде әкем айтқан әңгіменің әсері. Мен әкемнен айырылған соң, қанатымнан қайырылған соң, туыс бауыр жаннан өзге қасіретіңді сезергім. Шығармаған даңқын өрге Шымкентке тым жақын жерде, Сайрамдағы Бадам аулы, Бадам атты өзеннің жағасында тұратын, жұрттың таным түйсігіне ерекше бой бұратын, басу үшін көңіліміздің мұң қоршаған даласын бізді ауылына алып кетті Ысқақ атты нағашым. Жас болсам да зор қиындық тұрақ депті басымда, тым аурушаң анам әрең ғұмыр кешті қасымда. Ал нағашым алған беттен қайтпайтұғын нар еді. Мынадай бір өзгермейтін ұстанымы бар еді. Мейлі бай бол, мейлі өзіңді қинаса да тапшылық, әр күн сайын кем дегенде бір адамға жасау керек жақсылық. Ауылдағы біреу мұңлы қиындыққа тап болса, сөнбесін деп бағынан күн, ол сол үйден табылатын әлгі адамның ризалығы таңдай күліп атқанша. Иә, нағашым мейірімсізге қарайтұғын арлана, мүгедекке кембағалға ғұмыр кешкен зарлана, жомарттығын арындатып, әр ай сайын малын сатып, қарасатын ауылдағы жалғыз адам сол ғана. Дархандығы секілдеді жас ұрпаққа жолдама. Жұрт мұң үшін тек өзіне сала беріп салмақты, өмірінің ақырында тіпті түгі қалмапты.
Өз күрделі ғұмырымда мұндай адам көрмеппін. Оған сену арқылы мен рухымды өрлеттім. Егер маған жолықпаса осы даран ағашым, ұғар медім көзсіз дархан жомарттықтың бағасын. Ол болмаса қарсы шықпай ұлтты тепкен асауға, талпынбас ем рухтыға бір жақсылық жасауға. Ол болмаса тайсалмастан күресер мем ұлттық мүддет тіл үшін. Ол болмаса бір жағымпаз жанатаны білеспе, қазіргідей шықпас дедім шындық үшін күреске. Сол ерекше даратылған мен үшін тым қымбатты. Тіршілікпен қоштасарда маған бұлай тіл қатты. Ал қарағым, перзент болдың санатты. Ақындығың ойландырды алыс жақын алапты. Әлі күнге сен аузыңа алған жоқсың арақты. Жұрттың көбі ішкіліксіз күн көшпейтін заманда, сен өзгеше бағыт беріп қоғамға, сенімімді келер күнге жалғасаң қалай болмақ? Ішкілікті мүлде аузың алмасаң. Бөтті дедім мен қызынып, басқарына мен самғаймын, тіршілікте ішкілікті мүлде аузым алмаймын. Қаншама үлкен ішкіштермен табақтас боп жүрсем де, әрі олармен сырлассам да, шаттансам да, күлсем де, мен уәдемді орындадым. Келді атама тең болғым. Ұлт пен рух пішіндегі, замандастар ішіндегі араққа ерін тигізбеген жалғыз ақын мен болдым. Ғұмырымда арақ бұзған тағдырларды көп көрдім. Әр күн сайын мен арақты, арақ мені жек көрді. Жиын тойда өрік алма шырынымен шектелдім. Нағашымның талабына сай қозғалды өткен күн. Міне, осындай адам еді әкем және нағашым. Біздің дәуір ондайлардың сезбесе де бағасын, шықса далдан мейлі қандай қарсылықтың қамалы, ол екеуі маған екі дарашың боп қалады.